Сарыағаштық жас өнерпаздар жүлделермен қуантуда. Балтаңдай облыстық балалар өнер фестивалінде Сарыағаштық Айдана Мұхамедиярова екінші орын иеленді. Аудандық мәдениет үйі жанынан ашылған көңілді түстер үйірмесінің шәкіртін әріптесім жүлдесімен құттықтап тілдесіп қайтқан болатын. Өнерге құштар, ұлттық рухты бойына сіңіре білген жас дарындардың өнер алаңында сынға түскен Айдана Мұхамедиярова дарын мектебінің 9 сынып оқушысы. Кішкентайынан сурет салуға деген қызығушылығын байқаған анасы Айдананы түрлі үйірмелерге қатыстырады. Өзінің ішкі әлемін бояу арқылы көрсеткенге жаны құмар жастарын бүгінде облыстық Балтаңдай балалар өнер фестивалінің сурет салу жанры бойынша екінші орынды иеленді. Қиял мен шығармашылық еркіндікке жол ашатын бұл байқауда Айдана ұлы жеңіс пен егемендік тақырыбын ұштастырып, арман мен шындықты тоғыстыра білген. Қызығушылығым кішкентай кезімнен бері ашылды да, оны мамам байқап, сол бастауыштан бастап мені сол өнер мектебіне жіберген болатын. Кейін өнер мектебін сол бастауыштан бері қазірде игеріп келе жатырмын. Андай үзілістер де болып тұрды, бірақ ол үзілістерге қарамастан суретке қабілетімді жоғалтқан жоқпын әлі. Өзімен пейзаж салған қатты ұнайды, себебі табиғатты елестете отырып, жан тыныштығы және құстардың әуені есіме алып елестетіп отыра аламын. Және табиғатта жалпы өзімді еркін сезіне аламын. Және сурет салғанда да ешқандай қиындық туындамайды деп ойлаймын өзіме. Балтаңдай облыстық байқауында қазіргі траншеямен, қазіргі заманмен бұрынғы соғысты байланыстырып, және сол байланыста маковое полені де салып кеттім. Маковое поленің жалпы өзінің түсініктемесі де аз емес. Аудандық мәдениет үйі жанынан ашылған көңілді түстер үйірмесінің жетекшісі әрі Айдананың ұстазы Жанерке Жарқынбекқызы шәкіртінің өте қабілетті екенін айтуда. Пейзаж бағытын ұнататын Айданаға қазіргі таңда абстракцияның қыр-сырын үйретіп жүрген ұстазы суретшінің басты қаруы қиял. Қылғаламмен салынған арман арқылы суретші өз әлемінің сұлулығын көрсете алады дейді. Бұл үйірме көңілді түстер үйірмесі деп аталады. Сарыағаш аудандық мәдениет үйінің жанынан ашылған үйірме. Сарыағаш қаласындағы барша суретке деген ынтасы бар оқушыларға арналған үйірме. Және осы үйірмеде бірге жаттығып жүрдік, сурет салуға қызығып өзі келген Айдана оқушым. Қазіргі таңда дарынды балалар мектебінің 9 сыныбында оқиды. Оның ерекше таланты бар екенін байқадық. Осы Сарыағаш аудандық мәдениет үйінде өз ауданаралық байқау өтті. Сол байқаудың жеңімпазы болды. Сонымен сол іріктеуден өткеннен кейін оны Түркістанға лайықты деп көрдік. Содан әрмен қарай Түркістанға барып, өз дәрежесінде суретін салып, жүлделі орын алып қайтып жатырмыз. Шәкіртім негізі көбіне табиғатты сүйеді деп ойлаймын, себебі пейзаж тақырыбында суреттерді өте көп салады. Сонымен қатар өте жақсы әсем жеткізе алады ол тақырыптарды. Және де абстракция бағытында оған білім беріп жүрмін. Себебі қазіргі таңда абстракция бағыты өте актуалды деп айтсақ та болады. Сол кешегі барған байқауда да абстракцияны араластыру арқылы біз сол жүлделі орынға иелендік деп ойлаймын. Қазіргі таңда көңілді түстер үйірмесінде 10 оқушы бар. Бейнелеу өнеріне қызығушылығы бар жастар кез келген уақытта мәдениет үйіне келіп сурет салу үйірмесіне қатыса алады. Айгерім Айтбаева, Аман Асылбек, Сәт телеарнасының жаңалықтар қызметі.